Бірінші тарауы келінге айтылатын ақыл-нақыл өсиетті келіндеріңіз құлағына сіңіріп, бойына нұр қылып жинаса, еш уақытта жаман болмайды деп ойлаймыз ағайындар. Ал енді шамамыздың келгенше ақыл-нақыл өсиетімізді келінге айта отырайық. Шүм деген сөздің өзі шабам деген арғымаққа шабыт береді дейді. Арасында маған да беу деп айқайлап шулап отырсаңыздар, нұр үстіне нұр болады. Той құтты болсын ағайын, бастайық. Рахмет. Армысың абыройы артқан қалық, келінсі қуанып жатқан қалық. Ағайын дос жаранға құшақ ашып, тілеген татулықты қақтан қалық. Ғаламат бір той болып жатыр бүгін, бір жәнже көз алдын ау жатқан алып. Ағайын дос жаранмен келіп қаптау жүретін абыройды аспандатып. Татулықтың туын біз бірге ұстайық, кетпесінші басымыздан бақсандалып. Осындай ауыз бірлік ынтымақпен жүрейік абыройды ей аспандатып ай. Айдай ей ағайын беу деп қоймайсың ба? Ағайын қараңдар, сіздерге сұлу жыр айтар, әзірге шүкір шамам бар, той жасап жатқан дөбірлі, ақ жаулығы кірлемес, ай нұрдайын апам бар, бір басы екеу боп жатқан, ер нардайын балаң бар, тойларың тойға ұласын, жиналып келген жарандар, айдай ей бас қосқан мынау жастардың үйші толып шаттыққа арта берсін дәулеті, бақ береке бірге кеп сұлуда болсын сәулеті. Тойларың тойға ұласын, ей мәрт қазағымның әулеті. Айдай ей
қуанып жастардың, ата берсін әр таңы. Тойларыңа келген соң ерке бұландай балдарың, сұлу бір жырын шырқады ер нардайын балдарың. Елге бір сыйлы қадірлі, елдің бір болсын сұлтаны. Тойларың тойға ұласын, қыпшақтардан тараған ей көк мұрындардың ұрпағы. Айдай ей, айдай ей, айдай ей, айдай ей. Жиналған тойға жамағат бармысың баршаң саламат. Дүбірлі думан басталса қалатын қалқым қамалап. Түсірді топқа ағайын, өнерді өлшеп бағалап. Талай бір жерде сөз сөйлеп жамылмап едім жаманат. Бет ашар деген салтымыз атадан қалған аманат. Айналайын жас келін, бет ашардан киелі, өсеттің дау саралап. Ең әуелгі міндетің ата енеге қарамақ. Құдайда қосқан жарыңның жүрегін жүрмей жаралап. Жақсыда болсаң келінжан ел жұртың келер қамалап. Жаманда келін әдеті қарсыда сөйлеп еріне, баласын сөгет қаралап. Өз айтқаны болмасау көкірегін кетер сабалап. Ал жақсыда келін әдеті қонақ бір келсе үйіне жүгірер қолғау қазанап. Шайы тұрар қайнаулы үй жайын қояр тазалап. Және бір айтар ақылым ұрпағын ойлап еліңнің, шектемей туып бала бақ. Өсет қылдым келінге көңілде болсын қанағат, шаңырақ болсын шаттықты бала бақыт ана бақ. Еріңді сыйлап бір тұтып, еріңді сыйлап бір тұтып, ернар деген ол азамат. Ал жиналған әлеумет азғана шыдап сабыр ет. Жиналған жұртым көрмекке, сіздерге сәлем бермекке. Келіншек келді көріңіз, көргеннен соң біздерге отырмай бекер сіздерде көрімдігін беріңіз. Келіннің бетін ашатын, әжелер шашу шашатын, ей қашаннан құба жолыңыз. Bir көлде келін аққуың, құтты болсын бұл қонған бүйректі қоныс көліңіз. Талшыбықтай бойлаған, тайғұлындай ойнаған, қалдол жақта бұрынғы туып те өскен жеріңіз. Жастары бар, қарты бар, бет ашар деген салты бар. Сол кәдесін жасайтын келіп тұр келін жолыңыз. Сол кәдесін жасайтын келіп тұр келін жолыңыз. Ай атайын алтын жердің жамбысын дәл жүректен ұшыратын ән құсым бар. Дүбірлетіп дүркіретіп той жасаған Айнұр апама менің айтар алғысым бар. Ағайын құда жек жоқ туған туыс, төрт көзің түгел бәрің бармысыңдар. Қосылған қосақ қуда екі жасқа өмірде бірге самғап алғышыңдар. Тегешіңді толтырып тастаймын деп бет ашарға келген жұртым, ей армысыңдар ай деп ардақты ағайындар, ақыл өсиетті көп айтайық, аз айтайық. Келіндеріңіз құлағына сіңіріп бойына нұр қылып жинаса еш уақытта жаман болмайды деп ойлаймыз. Қазақ айтып жатады ғой, даудың басы дайрабайдың көк сиырынан басталады дейді. Ондайдан Құдай сақтасын. Біздің бет ашардың дауы мына маған жазылып берген дәптерден басталып жатады ардақты ағайындар. Бұл тізімді мен жазған жоқпын, той иесі осы жердегі мінекей Айнұр апам, осы әулеттің үлкендері жазды. Осындай тойда қуанып, шаттанып, абдырап жүрген кезде кейбір кісілердің аттары жазылмай қалып жатады. Аттары жазылмай қалған кісілер болса өкпені шығармаңыздар. Ей татаусыз көңілі таза жаны ақты, көтеріп кеткен тіктеп шаңырақты. Әуелі тоқталайық өткендерге, жанбыз ғой сыйлап өскен әруақты. Көп болды қыр басында түнеп жатыр, мейірімді ондаған шау жүрек жатыр. Алаңдап сендер аман болсыншы деп, сендердің тілеуіңдай тілеп жатыр ай деп ардақты ағайындар мінекей. Құдай жа дәптерімді кім алып кетті? Ал енді есімдері егеменді елге белгілі аталар қауымы дайын болайық. Аққырау түскен шашына келінді көріп асыға, аңқылдаған аталар бақыт қонған басына. Жас үлкенді сыйласаң, жас қосылар жасыңа, бас қосылар басыңа. Құрметтесең үлкенді, құрметтесең үлкенді ау, сыйлағаныңда осыдай деп мінекей алтын көшті бастап ұлы міндеттен қашпай
той төріне келіп жатқан арнайы аталары Қайрат ағам бастаған, Ақиқат ағам қоштаған, арыстандай мінекей аты аталған, аты аталмаған барша аталарға мың сәлем болсын кәнекей. Ай деген бар аттың басын үрке көшпе, дүние өте шығар бұл темес пе? Тарихта талай батыры бар, Қыпшақ елі жер қайысқан жұрт емес пе? Мен соны уайым қылып тұрғанымай, ақшалары сияр мекен бір тегешкей. Қуанған қос баланың бақтарына, сүйсінген табалдырық аттауына. Қайрат атаң елге сыйлы, досқа жомар, тұрады топ алдында мақтануға. Бәйгаттың шапқан жері қияқ болар, бұл сөзім кейінгіге зият болар. Алматтан келіп жатқан арнайы үлкен атасына сәлем салдыртпасам, Еркебұлан деген атыма ұят болар, ай. Қайраттай атасына бесплатный тағы бір сәлем болсын. Ай сыйлай жүр ауыл елдің көнелерін, оларды қайдан көрдім демегелін. Құрметтеп осы тойға келіп отыр, ақ көңіл жайсан кілең енелерің. Қадірлеп құрметтесең енелерді, аларсың сан түрін өнегенің. Сондай қуанышта шалқып жүрген мынау бір топ ақ көңіл енелерің деп. Әзиз-мас төрге шыққан ғазиз аналарымыз, енелердің көшін бастап, Сәуле апам бастаған, Айнұр апам қоштаған, Бақыт, Фатима, Гүлнар, Жазирада енелеріне мың сәлем болсын кәнекей. Билік білейік ортаға, той құтты болсын. Әйде! Билайда кәнекей! Бәрекелді. Мына енелер ортаға шығып шоу айналдырып жүрді, ардақты ағайындар. Жақсы адам тойға келсе билік білет, жаман адам тойға келсе бірін-бірін әреңдегенде сүйрек білет дейді. Қуанып билік білек ортаға. Ей келінжан ердарменен үйленесің, үйленіп шәрбат шатты күйгенесің. Көбейтіп көк мұрын қыпшақтардың ұрпақтарын үйіңде шылдыршымек үймелесін. Ей көп айтып алғалғанын не қылайын, Айнұрдайын туған енеңізден ей үйренесің. Ей туған енесі Айнұр апама қос сәлем болсын кәнекей. Жібергені Айнұр апа! Ай бәрекелді. Айнұр апа, той сіздікі, қуаны сіздікі, келін сіздікі. Нағашылар дайын болайық. Ай әркімнен артық әр кезде болатын дейтін бағасы. Үш жұртыңның ішінде артық екен нағашы. Еткізсек сәлем оларға ешкімнің жоқ қой таласы. Нағаштан артық қалық көрмедім, бізбен бірге құзаршынға өрледің. Арқаларың өздеріңнің деп білем, осы күнде есен аман көргенім деп. Ернардың түп нағашылары, өз нағашылары арнайы ортаға шақырайын. Дәулет ағам бастаған, Алуаш апам қоштаған, Сәкен, Қуанышкүл, Дүйсенкүл, Орынша, Маржан, Алтынкүл, Нұрғали, Сәуле, Мақсұт, Гүлнұр, Ерлан, Гүлжан, Ерлан, Гүлжайна, Азамат, Перизат, Асқар, Айгүл, Мақсат, Айман, Шолпан, Қорлан, Асан, Батырбек, Мөлдір, Әділбек, Есенбек, Әмина, Халмахан, Жанат, Алмат, Жайна. Көрінбейді ғой, қайда келе берсеңіздер. Жүректі алады дейді. Азғантай бей болса да керемет бей болсын. Айдай сыртымнан айтпай көзім айт, жатырса сөзім ұнамай, сұлулаушы едім сөзімді, соғынтып қаққан сынадай. Отырсыздар ма сіздерде, шиыр шығатып шыдамай, ал енді келді кезегің, ал енді келді кезегің, ей мың жылдық құда құдағай. Айдай 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 деп мінекей осы әулеттен қыз алған, қыз берген қазіргі таңда әулеттің ағайын туысқандарына айналған құда құдағайлар, құда бала құдашалар. Шай Мұхаммед ағамыз бастаған, Балымша апамыз қоштаған, Ахмет, Гүлмира, Талғат, Шаттық, Егізбай, Анар, Бота, Ардақ, Бақыт, Алмат, Жүніс, Әлия,
Тамара, Орынбек, Ербол, Базаркүл бастап келіп жатқан барша құда-құдағайларға, құда-бала құдашыларға мың сәлем болсын кәнеке. Неге кимейсің, аппақ көйлек киіп ал, сен назарын ілмейсің. Сүйген жаным бар дейсің, онымен неге жүрмейсің? Алдамашы еркем басың, сөздеріңе сенбеймін. Ай, рахмет. Бәрекелді. Мынау енді ардақты ағайындар, мына жақсының жақсылығын айтып нұр тасысын дейді ғой. Осы әулеттің құдағайы осы жерде Анар деген менің апам бар я. Құдайға шүкір, мінекей қазіргі таңда жаңа айттым ғой 3 балам бар деп. Сол 3 баламның мінекей өсіп, өркендеп, мінекей әріп танып жақсы болуына бірден бір себепкер болған Күнекей балабақшасының белді қызметкері, әулеттің құдағайы Анар апама арнайы бір қос сәлем болсын кәнекей. Маэстро! Ей, кәнекей! Ей! Өйде! Үзілген алладайын, жүзіңнен айналып. Анар осындай керемет кісіге ел халық қолын соғарды. Bir шапалақ ұрып қойыңдар. Қос қанатын көтеріп ұядан ұшқан жат елге, қыз деген шіркін жақсы ғой, қарасып жүрер төркінге. Кірбіңін қабақ қасыңның, апаңнан артық кім ұққан, сен үшін қара басының қайғысында ұмытқан. Қарап тұрсам келінжан жезделерін тағы бар, апаларға жолыққан бұлардың дау бағы бар. Балдызының тойында реті келді шабылар, топырлаған топ жезде келіннен сәлем қабыл ал деп. Қайнапа жезде тегешті көзді деп ортаға шақырайын. Арнайы көшті бастап келіп жатқан қайнапалары Назым апамыз бастаған Арайлым, арнайы мінекей Еркош, Асқар, Айгүл, Мақсат, Айман бастап келіп жатқан қайнапа жезде тегешті көзде деп ортаға шақырайын. Келіңіздер! Ей, бәрекелді! Жібер аға! Ей! Айлық сенің жан-жарыңды емдейме, жар болуды қаламайсың мендейге. Сонда сенің махаббаттың болуға материал жағдайын келмейме. Өйде кәнекей, жібер! Қызы байғын, мен жерден сенің көңілайым. Қарабайым отбасында ер жеткен, шаруаның баласының жайған. Ой, бәрекелді. Көкеміз Асқар ағам азаматтың иықтысы, ел халықтың ішінде мәртебесі биік кісі. Асқар деген ағамызға қошеметті ұрыңыздар, өйткені ол Айгүл апамның сүйіктісі. Сыр елім қашаннан да байта келсін, ерке болан айтар сөзін айта берсін. Ортамызға бизнесмен Асқар ағам ел халықтың қошеметімен ортаға ей қайта келсін, деп Асқар ағама арнайы қос сәлем болсын кәнеке. Жоқ жаным қалсаңшы бірден еді, қалмақсың қай жаққа кімге кетіп. Таксиге отырдым түнделеді, көшеде кездейсоқ жүрген еді. Айғап дедің де кеттің мені, түсінбей көйлекті тептің күні. Ай, рахмет. Ал қыпшақтар Алла тағалам тоқтатпасын сауығыңды. Құдай ағамды шақырып едім, таппай қалдым. Айгүл апа бауырымды деп мінекей. Айгүл дейін мінекей қайнапасына. Арнайы қос сәлем болсын. Асқар ағамның мың сұлудың ішіне таңдап алған жібегі, Құдай қосқан қосағы, тілекші, ниетші Айгүл апама қос сәлем болсын кәнеке. Өйде! Өйде! Ей, бәрекелді!
бәрекелді, қошемет. Естәнім Бәрекелді, рахмет, рахмет, рахмет. Ай, асқар таудай артылға ағаларым, қайыспас қайсар мінез қаранарым. Халқыңның қамын ойлап, әрқашанда мақсат аға елің үшін еңбегіңді аямадың. Қуанышта бұл тойды көрген қандай, қуанып осы тойда жүрген қандай. Мақсат ағамызды арнайымен ортаға шақырайын. Жақсылықта қуанып, ей, келген қандай, ай, ей. Деп мінекей, бизнесмен мақсат деген жақсат деп мінекей ағамызға арнайы бір қос сәлем. Мұна ардақты ағайындар, қыз деген тілекші, қыз деген ниетші, өзімнің алдында Құдайға шүкір апаларым көп. Соларға бір шығарған өлең бар еді. Қыз дегенің өседі, ұзатылып кетеді, мұратына жетеді. Біздің үйдің қыздары бос пакетпен келеді, 5 пакетпен кетеді деп. Тілекші, ниетші, Мақсат ағамның жан-жары Айман апама арнайы мінекей қос сәлем болсын. Ай, бәрекелді. Айман апам қайда? Осы бүгінгі тойдың продюсері әрі администраторы. Ай, бәрекелді, жүр! Өйде! Ай, бәрекелді! көргенде сені ысылам жаным, не керек саған осыннан бәрін, өзіңше болып қинайсың мені, сені жайма өскен алмадым. Бәрекелді, апам менің айтмын деп айттың ғой я. Мен бұл тойдан бір нәрсе алайын деп келген жоқпын. Үйдегілер айтты, нағашылардың тойына барасың, бірдеңе әкелесің ғой дегесін айтып отырмын я. Жымиып қана жайнаңдап сапта тұр кілең қайнаға, қайнағаның көзінше тотығыстай таранып, қарай берме айнаға, қайнағаларың қашанда, қамқорын елдің ойлаған балбұл жүзі жайнаған. Келіншекке ақылшы болатын дейтін абысындарын қашанда жібермейді намысын, қайнысының тойында бірінен бірі озам деп үдетіп жүрген шабысын, абысындар мен келінжан алғаның дұрыс танысып деп. Қайнаға абысындары Талғат ағам бастаған, Қуаныш ағамыз қоштаған, Нариман, және де абысындары Жанар, Гүлнар, тағы кім бар апа, біраға. Барша мінекей қайнаға абысындар келсін ортаға. Талғат, Қуаныш, Нариман, Жанар бастап келіп жатқан. Келіңіздер, той құтты болсын. Өзім жинай алмай айтқанда желде ұшып кетіп жатыр я. Апама рахмет. Тыңдап тұрсаң келінжан айтылған сөзім өнеге, көтеріліп шаңырақ керіліп жатса кереге. Арнайы тойға келген соң сөз таппай қалып немене, сәлеміңді ете бер келіп те жатқан мінекей. Жиендерменен бөлеге деп тәуекелді дара кешіп айдарынан самал есіп, бүгінгі тойдың мәліме сәніне айналып келіп жатқан жиен бөлелер Абзал, Айдана, Ерсұлтан, Ақбота, Дилназ, Нұржамал, Гүлжахан, Нұрлыбек бастап келіп жатқан жиен бөлелерге 1000 теңге, ойбай 1000 сәлем дегенім, келіңіздер кеттік қанекей. Жолғынып бір билейік, шаң шығарып ортада, шаршамай, аяқ қолың талсадай, жолғынып бір билейік, шаң шығарып ортадай. Ай, рахмет. Мына бұрында беташар болған кезде келін кімнің не салған көріп тұрады, сондықтан да ұят болып қалмасын, қалып қоймаңыздар. Аттарыңыз аталғанда ортаға келіңіздер. Ай, анталаса әр жақтан құтыла алмайсың салмақтан. Көрші деген халық бар қаумалап тұрған жан-жақтан. Қызмет етіп бұл тойда өзіне сәлем арнатқан. Сәлеміңді ете бер айналайын келінжан көршілерге кеп жатқан деп. Барша мінекей, оңтүстік, солтүстік, батыстағы, шығыстағы көршілер қауымы. Алыс кеткен ағайыннан жақындағы көрші артық деген сөз бар я, керемет. Өмірзақ ағамыз бастаған. Тимур, Бақыт, Жаңыл, Тиштік, Абдували, Жанат, Ислам, Гуля, Валижан, Зағира, Әсел, Ғалымжан, Әсем, Фатима, Бақыт, Ислам, Салтанат, Сәділ, Гүлзүй, Абзал, Айжан, Берік, Айман, Ғазиз бастап келіп жатқан көршілерге 1000 сәлем. Маэстро музыка! Көрші болса шіркін, мені кімдей болсын, Құдай қосқан көршім биік ортаға келсін.
Байғысқан көршім биік ордаға келсін, маған берген бақты саған Аллам берсін. Ойде, жүр бүке! Ай! Мен қуансам қуанат көршілерде, мен ризамын ағайын көршілерге. Менің көршім ерекше қазақты жан, көршімізді Рахмет. Көршілерді өзім тоқтатпасам тоқтайды тұр. Елді жұмаққа айналдырып жатқан енелердің енесі, аналардың анасы, даналардың данасы арнайлап мінекей Рая деген анамызға, үлкен енесіне қос сәлем болсын. Рая апам қайда кәнекей, қошеметті аямай ұрыңыздар. Келіннен қос сәлем арнайлап. Ай, бәрекелді, Рая апа би қайда? бақытты бірге боласың ба? Ай, бәрекелді мінекей, рахмет. Мынау енді ардақты ағайындар, үйіңді таспен емес доспен қорша десе, адалдық достықтың ақтуын желбіретіп, Айнұр апамның класстастары, құрдастары, достары келіп жатыр. Яғни айтқанда келіннің ата енелері. Мен ортаға шақырайын: Лена, Жанар, Рая, Ләззат, Гүлмира, Гүлнар, Жәнібек па? Қытайский әріптермен жазып қойып түсінбей жатырмын. Және де арнайлап Жәнібек ағамыз, және де Нұрділданың мамасы. Келіңіздер кәнекей, барша достарға, ата-аналарымызға мың сәлем болсын. Келейік кәнекей. Бәріміңді тұрмайды, сол өмір сәт есімде қалмайды. Шудың бойында сен іздедім, бәр ойымда үміт үзбедім. Опа күйді мен іздедім, сенің мойныңда менің іздедім. Жаным мені тап, енді мұнда келмейсің. Ой, рахмет, бәрекелді. Мынау енді жақсылықтың жарсындай болып, алтын сақаның алысындай болып, бағана енді қыз деген тілекші, ниетші деп айтып жатса ке, осы мінекей Ернардай бауырымның бір басы екеу болып жатыр деп шын қуанып, шаттанып, бүгінгі тойдың мәніне сәніне айналып келіп жатқан қайнапамыз, қайнапалардың кәттәсі Ырсалды апамызға арнайы мінекей бір қошеметті ұрып, ортаға шақырайық кәнекей. Апамыз біздің Ырсалды жақсылықпен тыныс алды деп мінекей ортаға шақырайық. Қошемет қайда кәне? Жан іздеймін қарабай боласың өмірімнің мәні. Жан іздеймін дін өзіңдей ары таза және таза жаны. Сен ғана ләззат алып мына менің ол жаным ай. Ашуыма енді Рахметтерді көріп жатсаңыздар, үлкен-үлкен жұлдыздар жауып жатады. Роза Рымбаева, Мақпал Жүнісова деген сияқты. Бүгінгі тойдың нағыз жұлдызы Ырсалды апам, және де Рая апам. Bir қошемет ұрып қойыңыздар осы екі кісіге. Адамизат баласының үш жұрты болатын болса, заман талабына сай төртінші жұртқа айналған ол әрине ұжымдастар. Жасай бір ұжымдастар етене де, жақсылар көңіл күйін жекелерме, жазылмай жүре берсін жұптарыңыз, зейнетке шыққаныңша бір мекемеде деп. Арнайлап мінекей, Best сервис компаниясы, және де Ернардың ұжымдастары, сыр еліне мәлім алдыңғы қатардағы балабақша, Күнекей балабақшасының ұжымына мың сәлем болсын кәнекей. Айнапамыз бастап келіп жатқан ұжымдастар қайда? Келейік ортаға. Best сервис ұжымы қайда? Келіңіздер. Айда, би қайда кәне? Қоңырауда соңынан бір қоймыз. Боз баланың ет жүрегін жаулаған, айтыңдаршы айдан нұрлы қандай ға. Ойда кәнекей. Жүрсіңге сақтап, сарғайтып әлі, жүрсіңге сақтап. Ай, рахмет.
Рахмет. Ұжаларым, құдағайларым, сіздерден көңіліме көктем жас қыз күз берген, айырылмайық, айнымайық мәңгіге ата баба салған даңғыл іздерден деп, құдағай, Сәрсен, Гүлстандай мінекей апаларымызға арнайы қос сәлем болсын кәнекей. Ортаға келіңіздер, қошемет қайда? Сәрсен апа, Гүлстай апа, ай бәрекелді. Қошемет кәне. Рахмет. Ай жеңшем бүгін келді деп қуанып жүр қайнылар. Бір құдай өзі берді деп көрімдігін сайғылар. Сіңілер жүр сыңғырлап, серегің әрі сырласың, жаныңда жүрер сыртыңдап. Етпесең сәлем бұларға, қалады бұлар бұл тыңдап деп. Қайныны қайын сіңілдері студент оқушылар болса 50% скидкамен шақырам, келе берсін. Аружан бастаған, Камила, Нұрайым, Алина, Гүлфариза, және де қайнылары Бақытбек, Нұрсұлтан, Әділет, Абдул Әзиз бастап келіп жатқан мінекей. Қайныны қайын сіңілдерге мың сәлем, келіңіздер. Өйде! Жақсы сұлу қыздар-ай, неге сұлусыздар-ай, өздеріңсіз жадырап жүрдік біз қалай. Жақсы сұлу қыздар-ай, неге сұлусыздар-ай, өздеріңсіз жадырап жүрдік біз қалай. Рахмет, айналайын келінжан қайныны қайын сіңілдер. Және де құрметті қадірменді ардақты ағайындар, мінекей ұлылықтың уызын ішіп шат-шадыма шаттыққа кенеліп, ауыздарында Алласы қолдарына тәсіпті түспеген, қысқа ғұмырын құр жібермей, Алла деуді ар көрмей, ислам жолын тар көрмей, қарттардың қағидасынан, хақ исламның шариғатынан аттамаған мұсылманбыз дегенменде мінекей біздің Ернар бауырымыздың мешіттен келіп жатқан арнайы ұстаздары, достар деп жатыр мінекей, аттарын атамай түстерін түстемей, арнайы бауырларды ортаға шақырайық. Қос сәлем болсын кәнекей, ұстаздар қауымы. Ой, бәрекелді, балаңның кім екенін білгің келді. Ұлағатты ұстаздар келіп жатыр екен, жас болса да бас болып адалдықтың ақ туын желбіретіп, тойдың мәлімен сәніне айналып келіп жатқан ұстаз бауырларға бесплатный тағы да бір қос сәлем болсын. Мың жасаңдар жігіттер. Той құтты болсын. Мынау енді бір баламның басы екеу болып деп мінекей қуанып жатсыз, шаттанып жатсыз. Тағы да мінекей арнайы әзиз басы төрге шыққан ғазиз анамызға тағы бір қос сәлем болсын. Қошеметті аямай ұрып қойыңыздар. Бесплатный сәлем, апа. Бесплатный сәлем. Ал енді құрметті қадірменді ардақты ағайындар, менің қолыма жазылып берген тізім бойынша ел халықтың атын айтып түсін түстеп ортаға мынау енді келінге таныстырып ортаға шақырдым деп ойлаймын. Қалып қойып артынан лап қоятын кісілер жоқ па? Бар болса бар деп айтыңыздар, жоқ болса бір шапалақ ұрып қойыңыздар. Кім бар, кім қалды? Айтшы. Қайнағасы бар. Кім деген? Жаслы. Ернар бар ма? Ай, бәрекелді мінекей. Ағасы бардың, жағасы бар, інісі бардың, тынысы бар дейді. Мынау енді қайнағалардың ішінен Жаслан деген азаматты арнайы ортаға шақыртып жатыр. Жәкеге арнайы қос сәлем болсын кәнекей. Жәкең келді дегенше, әкең келді десеңші деп мінекей. Шапалақ қошемет аямай кәне. Ей, Жаслан қайда? Жібер кәне. Көзіңді талайды, ажарың қарайлы, әмірім жүрмеген жүрегім қалайды. Кейдесің қаттысың, кейде тым тәттісің, мен сүйген аруға сен маған тартысың. Жүрегім айысың, сен
Еркебұлан жақсы сөзін терлейді екен, серлейді екен, бұл тойда жырын айтып терлейді екен. Жаслан деген қайнағасы ортаға шығып 1000 теңге салды, Жәкеңнің авиабына келмейді екен деп мінекей. Жәкеңе тағы да бір қос сәлем болсын қане. Ай қанекей. Сенің жан-жағыңды ендейме, жабылмайсың ендейде. Сонда сенің махаббаттың болуға материалдық жағдайың келмейме. Іздеймін байдың қызы байғанға, мен жердемін сен деп көңіл айранға. Қарапайым отбасында ержеткен шаруаның баласы. Қошемет қайда Жасланға? Айдан дейік айданға, бақытыңды байлығы үшін. Ой, бәрекелді. Мына Жәкеңнің бір өзі бір театр екен, ардақты ағайындары. Мына ақшасы емес, өзің мына биіне риза болып отырмын. Тағы да шақырым көп тұр. Бар ма Жаслан? Болды. Қайдан біле Жаслан қалып кетті деген де есте қалмайтындар айтып жатқанымыз ғой. 1000 жаса Жаслан. Ал енді беташарды аяқтай берейік ағайындары. Шаршама келін шаршама, қол аяғың талса да, сені күтті ағайын, сені күтті қаншама. Ардайылап сәлем сал, айтылмай қалған бар болса, осы отырған баршаға. Қызмет қыл ақ келін, ата менен анаға, қызметіңді аяма, жеңге менен ағаға. Бақытыңды бағала, сезіміңді сарала, бесплатный бір сәлем, қамшы ұстап тұрған балаға. Той дегенде желігім басылмаған ағайын, ақтай білсін келіншек бүкіл елдің сенімін. Құтты болсын айтамыз ағайындар әулетке, көк мұрындардың ұрпағы киелі түскен келінің. Ей жарандар, қол соғыңдар, жаңа өмірге сәуле шашылды. Ей жарандар, қол соғыңдар, ақ келіннің беті ашылды. Ақ келіннің беті ашылды. Деп қошемет ұрып қояйық ағайын. Қол соғыңдар, жаңа тауға сәуле шашылды. Бәрекелді, рахмет. Келіннің бетін кім ашса, көзіне сол ыстық көрінеді дейді. Әзиз бас төрге шыққан ғазиз аналарымызға қошеметті аямай келіңіздер. Қошеметті аямай, қанекей! Келін келді көріңдер, көрім деген беріңдер. Келін көрім дегендер, қане болған еріңдер. Тойды біздер. Келін болсаң иналатты, үлкендерді сыйлағатты, әулеттеген имаратты, көлгедесің сенеміз. Сен дайындайсың табақ түйіп, қарамайсың табақ түйіп, шөгіресің халат киіп, жұмсағанда енеміз. Ой, қошемет қанекей! Ай, бәрекелді. Құрметті аналар, құрметті енелер, баланың бақыты маңдайына сүйіп, таңдайына түкіріп қойыңыздар. Келін сіздерге ұқсаса жаман болмайды. Ай, бәрекелді. Мына ардақты ағайындар, мына қазақ тектен текке айтпаса керек, келін қайнененің топырағынан жаралған деп. Келіндеріңізге қарасам, Айнұр апамның 18 жастағы комсомольский билетіндегі 3-4 суреті, айнымай қалған өзі. Ай, бәрекелді мінекей. Мен енді жігіттің төресі, жігіттің сұлтаны, көк мұрын қыпшақтың баласы. Ерекеңді ортаға шақырайын қанекей. Ел басы келатқандай бір шапалақ ұрайықшы. Бәрекелді. Қайрат Нұртас Төреғали төрелі болған кезде қыздар жағы шашын жұлып, жеңгелер жағы бетін тырнап тастайтын еді. Олардың қай жергем бір ұрайықта шапалақты. Ерекеңе! Ай, бәрекелді. Бір жағынан нағашым, бір жағынан жиеніме. Негізі мынау шатты бұтты деп жатады ғой. Екі жағынан да туысқан екенбіз, Ернар екенбіз. Дегенменде Ернар інім бақытты баянды ғұмыр кешіңдер, өбірлі шүбірлі жусандай төбірлі болыңдар. Мынау енді ардақты ағайындар. Қазір енді Құдайға шүкір ғой, ел болдық, етек жеңімізді жинадық. Орыстардың мінекей отарынан шыққанымызға да қаншама жыл болды. Осындай қазіргі таңда мына енді тура жолға түсіп,
жақсы жағынан сөйлеп, жақсы жағынан жүріп, ел халқымыздың өсуіне үлкен үлесін қосып жүрген осындай мінекей жастарды, осындай мінекей інілерді, бауырларды көрсең шынымен де риза боласың. Дегенмен де енді Ернар осы уақытқа дейін Ернар болып келді, Еруха болып келді, Ереке болып келді. Мына арнайлап келінге ат қойып айдар таққызғымыз келіп отыр я. Бүгіннен бастап айналайын келін Ернар сен үшін Ернар емес, отағасы болсын. Отағасы деп бір айтып қой. Қалай, нормально естіле ма? Тағы бір көреміз ба? Не деген жаманақ отағасына? Ай, бәрекелді. Отағасы деген атын құтты болсын. Ернар, біздің енді әжелеріміз әлі солай аталарымыздың атын атамайды. Оттың ағасы шаңырақтың иесі деп. Ал енді абысындар сіздер жіберіңіздер, бағанадан бері не үйреттіңіздер, соны көрейік. Отағасы болып жатқан Ернарға, Ереке қарап ал. Ip беріп әрімен қарай өзің үй боласың. Ерекеңе бір сәлем. Біреу ақ па? Екеу ақ па? Үшеу ақ па? Ернар салмайшы. Бәрекелді. Ой, бәрекелді мінеке. Рахмет, айналайын. Ал енді Ереке келіннің қасына тұр, кел. Мынау енді ардақты ағайындар, қазақпызға Құдайдан бала сұраймыз, сол балаға бата тілейміз, түйе алатын жерінен баянды болса бата артық дейді. Мынау енді әулеттің үлкендерінен абыз ақсақалдарымыз келіп беташардың батасын берсін деп жатырмыз. Мынау енді ардақты ағайындар 92 баулы, 62 таңбалы. Мынау енді қыпшақтап жатамыз. Дегенмен де енді осы әулеттің үлкендерінің бірі қызмет бабыменен, жұмыс бабыменен шамалы кешігіп келіп жатқан ештен кеш жақсы десе, арнайлап мінекей қайнағалардың үлкені кәттесі Сәкен деген ағамызға мына келіннің ең алғашқы беті ашылғаннан кейінгі бірінші сәлемін етсін. Сәкен аға қайда? Кәнекей қос сәлем болсын Сәкен ағама. Ай, қошемет. Сәкен аға құтты болсын. Сіз бақытсыз, келіннің беті бірінші ашылды, бірінші сәлем сізге салып жатыр. Ай, рахмет, Алла разы болсын. Ал енді құрметті ағайындар, жаңа бата беретін ақсақалдарымыз келсін. Бізге бата керек, сол батаны беретін мощный ата керек деп қойын. Бәрекелді. Мінекей, ауызы дуалы, сөзі куәлі Асқартау әкемізден батаны алайық. Лақияу мин. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Al, mına екі balama berетін батам, берген батам ақ болсын. Есіктерінің алды жайқалған бауменен жасыл бақ болсын. Отырғандарың патшаның тағындай әсем тақ болсын. Мінгендерің шабандоз тұлпар сынды ат болсын. Қай кезде де бір Алла сіздерге әргесі жақ болсын. Қыдыр дарысын, бақ болсын. Әмин. Тойларыңыз тойға ұласа берсін. Қымбатты алтын ұлым немерем, табиғатымның алтын тұяғы, қосағыңмен қосағарып, өмірдің барлық қызығын бірге, жаңағы келініммен бірге өткізе бер жаным. Нағашыларыңа да, өз жұртыңа да, ел халыққа да кімсің Ернар болып, табиғатымның атын өшірмей түтінін жалғастырып, кімнің баласы табиғаттың баласы, кімнің баласы Айнұрдың баласы деген атқа ие болып, жаным, өмірің қызық болсын, әкең көрмеген қызықты сен көр құлыным. Атыңнан етегіңнен ұстаған келінді әбіржітпей, жылатпай, анау алақаныңа аялап салып ет Ернаржан құлыным. Айналайын, сенің бетіңді менің көз көрген қайным Серіктің баласы ашып жатыр. Әкеден асып туады бір бала төбен туады деген. Айналайым, бет ашып тұрсың. Мен Серікпен бірге 30 жыл қызмет істеген адаммын. Сырдария ауданының мәдениет бөлімінде ол әнші болды, мен ақын болдым. Наурызды дайындадық, концертті дайындадық, мына Тартоғайда. Одан қалды мына Тасбөгетте, Жамбыл совхозына мен бұрын қызмет атқардым, балабақша меңгерушісі болып. Сол өмірдің барлық қызығын Серікпен бөліскенбіз. Керемет жігіт еді. Мені өте жүрегім қуанып тұр. Сондай қасиетті ұрпақтың несі ұлы сен ашып тұрсың балам. Көсегің көгере берсін, жүрегіңнен өнердің оты жана берсін, өнерің лаулай берсін. Ернарым,
сенің бақытың өте керемет болады. Мынау менің Серік деген жаңағы Есекеңнің нағашыларының баласы болып тұр. Қалай? Серіктен асып туған екенсің. Ол енді республикаға мәлім, ақындар айтысына қатысқан, ән салған, небір татуғанмен Сырдария районының беташарының бәрін атқарған азамат еді, бірақ ертерек кетіп қалды. Балам, бақытты бол. Жүрген жерің ең қиын жұмысың беташар болсын. Айналайын өнерің таси берсін. Ернаржан, бақытты бол жаным. Бақытты бол бауырым. Мынау енді ырымы ғой, сізде осындайға жетіңіздер. Келесі айдың пенсиясының айлығының авансы деп қойын апа. Алла разы болсын. Мынау енді әзиз бас төрге шыққан ғазиз аналарымыз, асқартау әкелеріміз аман болсын, елімізде тек қана тыныштық заман болсын, ардақты ағайындар. Ырымы ғой ағайындар, осындайға жетейік деген. Ал енді жаңа қамшыстаған бала қайда? Ортаға кел. Ой, бәрекелді. Бұл да ардақты ағайындар жетіскенен жүрген жоға. Мен де Ернар сияқты бір басымды екетейін таңдаған ақ қолымды көліме қондырайын деп жақсы тілекпен, жақсы ниетпен жүрген бала. Айналайын інім, мінеке. Басында $1000 ақша байланған екен. Бәрекелді мінеке. Сен де осындайға жет, бақытты бол. Не болды, аз болып қалды ма? Нақ тұрсын, бара берсе. Қайда білейін? Бірдеңе жетпей қалды ма деп тұрмын ғой. Мына ардақты ағайындар, қамшы деген қазақтың ядролық қаруы. Бұнымен әлемді қорқытпасаң да үйіңді, әйеліңді қорқытасың дейді. Бұны енді Ернардың қолына берейін, келінді сабасын деп емес. Үйдің төріне ілік қойсын, атқа мінер қамшы ұстар, ұл-қыздар көп болсын деп берейін деп тұрмын ардақты ағайындар. Ереке. Бір көтеріп айналдырып қойған екен. Бәрекелді міне. Көкпар болса газына кетіп қалайын деп тұр. Көкпар болса газына кетіп қалайын деп тұр ардақты ағайындар. Ернаржан, саған айтар тілегім бар, Еркебұлан ағам қалды деме ақ тілегін аяп. Бойдақ күнде екі аяқты жігіт едің, оқитын махаббаттың жырын аят. 4 аяқты болғаның құтты болсын, таңертең ақ келінді күліп оят. Келесі жыл 6 аяқты болыңыздар, Құдай сендерден қалмасын ұлы менен қызын аяп, белдерін кеткеніңше бесік тербеп, 40 жылда болыңдаршы 40 аяқ деп бірге. Жастарға бір құрмет көрсетіп қойыңыздар ағайын. Айналайын ақ келін, өскен өнген тамырын тереңге жайған, үлкен әулетке келін болып түсіп жатсың. Қазақ айтады, қарағайдың күнгей бетіндегі бұтағы ұзындау келеді, ибалы келіннің беті қызылдау келеді дейді. Иманың жүрегінде, ұятың бетіңде осы әулеттің абыройын асқақтататын кереметтей жақсы келіндердің бірінен бол деймін. Ал енді құрметті, қадірменді ардақты ағайындар, батырда туатын, алыпты да туатын, ақынды да туатын ақ жаулықты аналарымыз. Анаңды 3 рет Меккеге арқалап апарсаң да алдындағы перзенттік борышын өтей алмайсың дейді. Құдайға шүкір мінекей. Осы Ернардың Ернары болып жүргені әуелі Алланың арқасы, одан кейін мінекей асқартау әке, ақ жаулықты аналардың арқасы. Дегенмен де мінекей, аналарға қаншама рахмет алғысымызды айтып, мынау енді қаншама алақанымызға салып жүрсек те, ардақты ағайындар, алдындағы борышын ешқашанда өтей алмаймыз. Дегенмен де енді осы ел халықтың алдында біздің мінекей Ернар жанында бір-екі ауыз айтары бар екен. Микрофонды Ернар ініме берейін. Бір құрмет көрсетіп қойсаңыздар болады ағайын. Ассалаумағалейкум, барлықтарыңызға рахмет, келіп жатқандарыңызға. Анашым, сізге рахмет, Алла разы болсын. Осындай той өткізіп, мені үйлендіріп жатқаныңызға, барлықтарыңызға рахмет, көмектесіп, туысқандарыма, туыстарыма. Ай, бәрекелді мінекей. Анаңды барды, келініңіз құтты болсын деп өзің сүйіп қойшы. Ай, бәрекелді. Ана күннің сәулесі, айдың нұрысын. Ата құтты болсын мінекей. Мынау енді ата-ана деген шаңырақтың құламауын, сәбиінің жыламауын әрқашанда тілейді. Түн ұйқысын 4 бөліп мінекей. Ақ сүт беріп өсірген ақ жаулықты анамыз Айнұр апамның қуанышы құтты болсын. Мен енді Ернардың артынан ерген қарындасы, қызғалдағы, ізгі арманы Аружандай қарындасын шақырайын. Келе ғой Аружан. Бәрекелді. Сенің де бір ізгі тілек ниетің болсын. Тойға жиналған барша қауым, сіздерге басымды иіп алғыс айтамын. Әрдайым сіздердің үйлеріңізде де осындай қуанышты той болсын, жақсылық болсын, тек жақсылық болсын. Анашым, әже, барлық туысқандарымыз, сіздерге көп-көп рахмет. Алыстан келіп жатқан ағайынға шын жүректен басымызды иеміз. Әрдайым осындай тек қуанышта жиналыңыздар, бақытты болыңыздар. Мама, біз сізді жақсы көреміз, сіз барлық жақсылыққа лайықты. Бәріміз жақсы көреміз. Тек жақсылық болсын, бақытты болыңдар, Ернар. Ой, айналайын, тілегіңді, ниетіңді Алла тағала қабыл етсін. Айнұр апа, тойларыңыз тойға ұласын. Құдай қаласа мінекей,
Жақсылықтың басы мінекей енді басталып жатыр. Әрмен қарай мінекей тек қана қызықшылық болсын, қуаныш болсын, той болсын. Мен енді мынау енді беташардың тізімін арнайы Ернардың қолына берейін. Ертең Құдай қаласа той бітіп, оңаша мінекей шайды ішіп отқан кезде осы спискіні қарап танымаған кісілерді мынау қайнаған, мынау абысының, мынау енең деген сияқты өзің жаймен де таныстырып отырасың Құдай қаласа. Я келесі бір інілерің үйленіп жатса, ол кезде Ернар деген тізімді қайнағаларға, келінді абысындарға жазып қойып осы тізімменен бет аша береміз Құдай қаласа. Ал енді Ереке бәрекелді. Ал енді құрметті қадірменді ардақты ағайындар, қазақтың тойының басы барда тарқау ешқашан болмаған. Құдай қаласа таң атқанша осы әулетте думандатып, әндетіп билейтін боламыз. Ал енді Ереке құтты болсын тағы да. Бір шапалақ ұрып қойайықшы. Осы шапалаққа риза бол, достарыңа бара берсең болады. Ал енді айналайын келінжан, көктемде көңілің көл болдың, сезімде шалқып сел болдың, Ернар жарменен қосылып бір рулы ел болдың. Айналайын келін уайымдама, кухня деген офисің директоры сен болдың деп сені де құттықтап қояйын. Ал енді жақсылыққа қадам бас, кухня деген кабинетіңе шагон марсен шығарып салайық. Құрметті ағайындар, келіңіздер. Билейін деген кісілерге ортада би бар, келіннің қолынан тәтті шай, ішем деген кісілерге платный шай бар. Той құтты болсын ағайындар, көңілдірек кәнекей.